Теледидардан кешкісін тағдыр деп аталатын сұхбат көрсетілген. Оны көргендердің ішінде 2 адам аса қатты толқыған. Бірі Зағиптар үйінің директоры, екіншісі шалғайдағы шағын қалада тұратын көркем бір әйел. Зағиптар үй директорының қайран қалатындай бар. Сұхбаттағы кейіпкер бұл басқаратын мекеменің тұрғыны. Осыда келіп орналасқанына 2 жылдың ар жақ бер жағы. Bir көз мүлде көрмейді, екіншісі жарық пен қараңғыны әзер-әзер ажырата алады. Бүйрегіне жасалған отадан кейін осылай болып қалған. Отаның өзінен емес, салдары басқа. Үйінде оңалу кезінде ваннада аяғы тайып жығылып шүйдесін тас қабырғаға қатты ұрып алған соққыдан. Көз тамырлары үзілгеннен бе бас жағына келген, басқадай зақымнан ба әйтеуір дәрігерлер қанша айналдырғанмен айықтырар амал таппаған. Зағип тұйық шешілмейді. Сұрағыңа жауабы кезінде болған екен деген сөзді жүрдім бардым әңгімені құлағы шалған. Қайсыбірде кабинетіне шай дайындатып оңаша сөзге тартпақ еді, қайтесің деп қайырып тастаған. Артынан іздеп келуші жоқ қатан. Бастапқыда әйелі мен ұлы 1-2 төбе көрсеткеннен кейін ізім қайым. Жалғыз-ақ бір жазатын жігіт ара-тұра соғып тұрады. Қызметі теледидар жағында екен. Соңғы бір келісінде әдеттегіден бұған сау болуыңызды айтып жатып әйтеуір көндірдім-ау деген. Қай нәрсеге? Арнайы телехабарға қатысуға. Енді міне, сол көрсетілім. Осы сәтте шалғай қалада тұратын көркем бір әйелдің көкірегіне көктен жай түскендей қарсы айырылып, қай жағына қараса да қара түнек қаптап келе жатқандай дүние көбелек ойнаған. Жанар жасқа толды. Оттай ыстақ көз аясынан өртеніп ақты. Өмірінде дәл осылай алғаш рет жоқ. Сонау жылдарда одан бері қанша қар жауып, қанша су ақты. Өмірге ме, өзгеге ме, өзіне ме өкпелі сол бір еңіреудің өткір жасы енді ойда жоқта оңдырмай тиген соққыдан сорын қайнатып сорғалайды. Есеңгіреп еденге екпетінен түскен. Зағиптар үйінің директоры аяғы асты аспан айналып жерге түскендей күйде еді. Жан дүниесі алай-түлей, көз алдында жаңа әзірде көрген хабар. Не естіп, не біліп, не қойды. Жазатын жігіт: аға, сіз өткен ғасырдың 90-шы жылдарының алғашқы жартысында Қазақтан шыққан алғашқы меценаттың бірі едіңіз ғой деді. Сұрағын: анау айтса, қара қазақта қайырымдылық қан қуалайды. Бабасы, атасы, әкесі алдыңғы екеуі дәулеттің арқасында айнала жұрттың қай кезде де қамын жеп қажетіне жараған. Алғашқы меценаттыңыз деп сұрады жазатын жігіт. Солай ету жайлы ойлаушы ма едіңіз? Мысалы, қолыңыз жүре бастағанда қай кезде де қаперінде еді. Бірақ қашан, қандай жағдайда, кімге, неге, оны білген жоқпын әрине. Кабинетіне отырған қайсы бір күні егде тартқан үшеу есігін ашады ғой. Біраз қызметін басын қайырғандарды бірден байқалады. Ардан тартса ағыл-тегіл, берден тартса беліңді буып, бұғанаңды бекітіп, берекеңді айтып, береріңді бекітіп, бет бақтырмай бедеулеген әңгіме. Түтеп отырған түгел сөздің төркіні осы отырған төртеуінің түп атасы біреу болып шықты. Аға деп сұрақ қояды жазатын жігіт. 90-шы жылдар қайда жүріп, қайда барарларын білмей қу тірліктің құрдымына кетіп бара жатқан талай ақын, жазушы, ғалымдарға қол ұшын бергеніңізге көбіміз куәміз. Осы отырған ініңіздің де кітабын шығарып бергеніңіз бар. Сөйттім бе? Ағалап алдыңызға келгенімде салған жерден керегіңді айт дедіңіз. Болған біткен осы. Өлгенше ұмытпаспын деп едім өзіңізді. Өзгелер де айтқан осыны. Зағиптың даусы қарлығып, қаңсып шыққан. Қайда енді солар? Залдағы диванда көзі бақырайып оңаша жатқан Зағиптар үйінің директоры осы тұста орнынан тұрып кеткен. Қайда енді солар? Қапелімде қамшымен қақ маңдайдан тартып жібергендей сауал. Қаны суып, қаңыраған күй, жанын жеп, жабыққаны бір бөлек. Бұл өзін-өзі жатырқап тұрғандай да сезімге тап болды. Түйсігінде қайта енді солардың қай жағында жүрміз деген сезік қылт-қылт етіп қылаң берген. Өзі тығып қойып жатарда ара-кідік ешкімге көрсетпей қырлы стаканмен тартып алатын коньякты алып шөлмектің аузынан жұтып жіберді. Есеңгіреп еденге етпетінен түскен көркем әйел еміс-еміс есіне келіп жатқан. Сондай бір сәтінде зордың күшімен басын көтеріп төсегіне жетті. Жарықты жаққан жоқ. Қалауы қараңғылық. Сол қараңғылыққа тесілген сайын көз алдында сәулелі бір елес. Теледидардағы жаңа хабар. Кейіпкерін ол әуелде танымаған. Бірте-бірте шырамыпты. Құдай-ау, сол ғой мынау, сол. Онда бұл өнер институтының 2-ші курсында оқып жүрген. Күз айы. Атыраудағы ата-анасынан жедел хат алған. Әкесі дертті. Шұғыл келіп қайтуын айтқан. Қарашаның мейрамы қарсаңы. Пойызға билет таба алмайтын кез. Жолсерікке үстеме ақы беріп жатып әзерленген. Мінгіздім, әрі қарай күніңді өзің көр деген анау. Вагон купеледі. Жол 4 тәулікке жуық, күндіз жүріп тұрып дегендей тымбала созын дәліздегі орындықта қалғып мүлгіп келе жатты. 2-ші тәулікке қараған түні ғой. Әлдекімнің иығынан қозғап тұрғанын сезді. Еңселі ер адам еңкейіп тұр екен.
тұра ғой деген шынтағынан ұстап, жіберіңіз деп бұл апалақтады. Ағаңның созған қолын ақылды қыз қақпайды деді анау. Қане, түрегел. Еркектің еркін мінезінің мысы басты ма, әлде жол азап өтіп кетті ме, соңынан ілесе берді. Вагон іші жым-жырт. Жолаушылар қалың ұйқыда болса керек. Еркек арнайы купеде жалғыз екен. Қарсы орын бос. Қыздың мұндай купеге кіріп тұрған осы. Тамақтануға арналған тақтайшаның ортасында Алматының апорты иісі жұпараңқиды. Еркек қатталған аппақ төсек жаймасымен жамылғын ұсынып, андағы орын сенікі деді. Неге бос деп қалды қыз, әлде бір секемнің төбесі қылтиып. Атырау, Ақтау, Астраханға жиі жолым түседі. Тыныштық үшін купені түгел сатып аламын. Қара да үрікпе. Әуелгі жыным әлдеқашан басылып қалған қалқам. Қатты ұйықтап қалыпты. Оянғанда тақтайша үсті дәмді суық тамаққа толы. Жақсы демалдың ба деген еркек оқып отырған қалың журналын әрі қойып, жуынып кел, ауқаттанайық. Бұлар 3 тәулікке жуық бірге болды. Әкенің жалғыз қызы ғой. Көбіне соның бауырында өскендіктен бұл ер адамды жатырқамайтын. Керісінше олардың кейбіреуінің көз қарастарындағы өзгеше өткірлікке тәнті еді. Мына ер адам қай әңгімеде де танымның тамырын дәл тауып, тарқата білетін, тамсандыра алатын жан-жақтылығымен бірден таңғалдырған. Өмірдің, ғұмырдың табиғи заңдылықтары, тұрмыс тіршіліктің түгесілік бітпейтін түйткелдер туралы толғанысы терең. Бұл еркек қызға жаһанның жарығына жаны құмар, жартасқа да жауқазын өсетініне кәміл сенетін, көрініс атаудың бәріне бір мезгілде күн сәулесі төгіліп тұрғанын, көксейтін көзі ашық, көкірегі ояу, көркем ойлы адам болып көрінген. Қыз жаратылыс атауының керісім үйлесімін сөзбен салатын суретшінің де болатын алғаш рет осы еркектен көріп біліп, сол тапқан жаңалығына қуансын келіп, сосын ананың тым құрығында жалғыз рет жанары жайнап, жанып күйіп, қарамағаны қайран қалдырған. Бұл өзінің аса сұлу екенін білетін, жандар қалмай жабыса кететін жас жігіттер түгілі талай-талай қырма сақал, көк тұқылдарға дейін айдай ажарын көз қиықтармен аймалап тұратын беді. Ал мынау жол сапардың 3-ші тәулігінде қыздың жан әлемінде бұрын соңды өзіне байқалмаған, әрі күтпеген бір желік бе, жеңсік пе, құйтыртқы өзгеріс сызалақтай жөнелген. Телегей дүниенің терімен тербеп, биігімен біте қайнастырып, тебіреніске салатын мынау еркекпен ертесін қоштасуға тура келетін өкінішпен өртеп өбектеді келіп, оның сұқтанып қарап, сұғын салмағын салқын мінезіне 2 тәулік бойы әрі разы, әрі таң отырған күйін ендігі жерде әдемілігімен еркек атауының еркінен де есінен де тандырып жіберуді көксейтін әйелдік, әулеттік өзімшілік күй күйретіп жібергендей болды. Әйелдік, әулиеліктің өз мақсатына жетуде өліспей беріспейтін әзәзілдікке ұласатынын білмейтін, жалғыз-ақ өзіне еркектің емешегі үзілгенін ғана көкседі. Қайтсе, сөйткізе алады. Аймалау көрмеген аршын төсін ашыңқырап тастап, ары-бері қозғалған болып, тоқты бөксесін бұлт-бұлт ойнатып та қойылды. Тыныштық па деп сұрады анау. Не айтасы деп сұрады қыз. Мазан кетті, қайдам. Рас, еркек оқып жатқан журналына қайта үңіліп кетті. Қыз ернін жымқырды, қылығына қымсынды да. Қайтеді қап бәлем деп екіленген қанды көз сезім ерік берсе қане. Кенет қайдан келгенін қайдан біледі. Санасының бір түкпірінен сайтан ұстаған сайқал бір ой қылт-қылт еткен. Түн түсіп азанда Атырауға жететін білетін жұрт ертерек ұйқыға бас қойған. Қайсы бір кезде қыз жайлап ыңырсымасын ба, еркек басын көтерді. Тыныштық па деді. Белім. Оған не болды? Ауырып жатыр. Қоймайды, аздап уқалап бересіз бе ағай? Еркектің алақаны беліне келіп тигенде ақ жайманың астындағы тұла бойы дір етті. Борбайы тыр жалаңаш болатын. Лыпасын алдын ала сыпырып тастаған еді. Жайлап уқалай бастаған еркек қолын жұлып әкеткен. Мұның есі ауды. Ұяттан. Ұзақ үнсіз еңіреді. Құдай-ау, мен не істеп қойдым деп боздады. Жарық дүниенің бетіне енді қалай қараймын деп өртенді өзегі. Өліп кеткенін көксеген. Пойыздан жұрттың артына ала түскен. Еркек кетіп қалмапты, анандайды күтіп тұр екен. Қарсы жүрді. Аман бол деді. Сүлдес тұрған бұған. Өзіңе өзің ие бол. Көкең жазылып кетсін. Ол ұзап бара жатқанда қыздың ерні күбірлеп тұрған. Сізден жеңіліп қалдым ағай. Осы ауыр оймен үйіне жеткені білгені. Әкесінің асқазаны атты жаман ауруға ұшыраған. Жазылып кетермін деп жүдеңкіреп қалыпты. Қаралған дәрігер тәуіп емшінің ешқайсынан қайыр болмаған. Енді не амал бар? Әке жалғыз, шеше жалғыз, қыз жалғыз. Өз жалғыздыған тұратын үйлермен үрейесінде. Үзілмейтін үміт қана үйірсек дейді. Қайсының да қаперіне қарап қалай қам жасау. Оның жалғыз амалы әкені Алматыға жеткізу. Үлкен қаланың дәрігерлеріне. Қыз өнер институтының жатақханасындағы күндіз түні
кернелейтіп сырнайлатып жататын у-шуынан қашып құрбысымен қаланың орталығына таяу көшенің бірінен пәтер жалдап тұратын. Пәтер дегенде пәтер иесі ертелі-кеш қолынан қазақша орысшасы аралас газет-журнал түспейтін интеллигент қария. Кемпір де сондай, өздері өте тату тұрады. Үйде де сыртта да жұптар жазылмайды. Ақылап ухлейтін кездері де бар. Қу жалғыз-ай, айдың күнін аманда айдаладағы арапқа тиіп, содан шу қара құйрық қанды жасымызды ағызып қалдырып кеткені Құдайдың көзі соқыр ма деп қояды сонда. Бұл әкесін алып жетіп пәтер иесіне жағдайды айтқанда қарияның көзі жасаурап қоя берген. Қарағым ая деген, қарғадай болып, қара тәкеңді қара тайналайын. Әкенің жетелеп қанша әуре сарсаңға түссе де, медеңкіреп кеткен ауруға шипа табылмады. Рас дәрігерлер біраз күн жатқызып қараған. Ақыр соңында бастарын шайқады. Берген кеңестер жалғыз үміт, Қытай жақ ақылы, қыруар қаржы. Әке мен қыз елең еткен, әйтсе де әкесі мүлде бітеу біреудің қып-қызыл ақшаны ұстата салуы миыма қонбай отырау қызым. Деген қыз не дейді? Көкелеп, өбектегеннен басқа. Көрікті әйелдің жылжып өткен сонау жылдары аралап кеткен ойы осы бір сәтте сәл-сәл сейілген. Түннің қай уақ екенін кім білсін. Зағиптар үйі директорды жаңа хабардан жадына жатталып қалған, жаңғырықтан арылар емес. Аға Зағиптар үйіне деп қалған жазатын жігіт. Қалай түсіп қалғаным ба? Сол тағдыр талайын алып өте алмайсың дегеніне сенесің бе? Енді дүниеде сірә сенбейтін нәрсе жоқ. Ойымызға келмейтін тылсым күштер, күтпеген оқыс жайлар, қай жағынан шыға келетін белгісіз беймәлім қасіреттер бәрі-бәр. Тек оны біз алдын ала білмейміз, қаперімізге де кірмейді. Құдай емес адам, яғни жай ғана пенде болғанымыздан. Әрі қарай таратады. Мәскеуде 5 жыл оқығанда есеп-қисаптың ғана түбін түсіріп қойған жоқ, қанша кітаптар оқыды, өнер туындыларына қызықты. Өз ауылынан колхоздың мал дайындаушысының қызы еді. Көрікті, көп сөзі жоқ, момақан көрінген. Үндемегеннен үйдей пәле шығады деген сөз сірә бекер айтылмаса керек. Бұның шаруасы дөңгеленіп, әйелі ендігі жерде не ішем, не ішіп, не кимейм деп алтын күміс тағынып қонақтарға төрге қатар жайғасып, айналасынан құрмет қошемет көруге жеткенде көрер көзге кеудесі шалқақтай түскен. Ісіне араласа бастады, әсіресе табыс жағына. Қаймана қазақтың қажетін ашу, қаржыны қалай болса солай шашу төгу деп ентікті. Оған қоса ойдағырда ойнастарын көп деген пәлені де ойлап тапқан. Бұған қыз келіншектердің қырымынан көз салатында рас еді. Кез келгенін жуадай солдырып кете бермеді, бірақ десе де жігітшіліктен ада күйде едім деп айта алмады. Болатын ойда текте, ойламаған жерден лып етіп жанып, löп етіп сөнетін сәттік ләззаттар. Сенесің бе осыған деп сұраған Зағип. Еркекпіз ғой аға деп құбылған жазатын жігіттің үні. Зағип әңгімесін әрі қарай жалғайды. Жастықтың жыны жаман, алды-артыңа абай қарау айдалада қалады. Албырттықтың шаруасы апыл-ғұпыл. Әйеліме солай үйленгенімді білдім. Біз әр қилымыз ғой. Біреулер үшін қолды сілтеу оп-оңай. Барын киіп артығын бөктеріп кете береді. Біреулер олай істей алмайды. Бір құдіретті күшті бір еткізбейді. Солардың біреуі едім мен. Оқта-тектегі ойда жоқ жердегі жігітшілігім өзімнің сол болмысыма қарсылығыма шығар. Кім білсін. Енді бірде күтпеген жағдайда жолықтырдым бір аруды. Көркін қойшы. Көкке емініп көңіл тербейтін көк қанат қиялы аппақ арман лүпіл қаққан үкіл үміті. О дариға сол қыздың өзі болып көрінген, ешқашан есік көрмеген, ешкім етегін көтермеген көк өрім, менен әлде қайда кіші. Бірақ ересектер түгілі егде тартқандардан көріне қоймайтын естілігді қайран қалдырған. 2 жылдай мекен жолықсып жүрдік. Армансыз айтылатын әйдек әдемі әңгімелер, сырласу, ұғысу, үйлесу. Бар осы, маған өзге еш нәрсенің керегі де жоқ еді. Жүзін көріп отырсам, даусын естіп отырсам жетіп жатқан. Іңкәр көңілім, ынтызар тілегімнің менің жағдайымда одан әріге бара алмайтын білетінмін. Ауған аңсарының қылдай қуанышы, шөкімдей бақыты місе тұттым. Осының барлығының күтпеген жерден адыра қалатын білсем ғане. Айдың аманында тілдей қағазға жалғыз ауыз сөз жазып қалдырып, із-түссіз кете барар дедім бе? Не ойларымды білмедім. Біздің ара қатынасымыздың ақыр соңында ешқайда бастап бара алмайтын рас еді. Сөйте тұра, ешқашан немекістіп көрмеген ес-түссіз бір іңкәрлік лебінен сытылып шыға алмадым ғой. Мейлі бірер күн, бәлкім бірер ай, әйтеуір қанша болса да әлгі әлей сезіммен өмір сүргім келген. Енді опындым оңбай. Отым сөніп қалды, іздеп табуды ойлап тұрып іркілдім. Үйтіп қайтем, үйтуге қақым қайсы. Ең басты өкінішім екеуара ағыл-тегіл армансыз ақтарылып, үйлесім тапқан үкілі сәттер ол үшін ойын болғанын неткен аярлық.
керек десе мейлі тұрмыс құрсын, шетел асып оқысын, бәрібір өзім көтеріп бермес пе едім. Ойымда әуел бастан жүретін осы. Өзіне өзімді іңкәр еткен үшін оған өмір бойы қарыздармын деп есептегенмін. Қапелімде қара түнек басып қалғандай халде қалдым. Әйелімдікі анау, қыздікі мынау. Әйел біткен дегенің құбыл, қу сенімсіз екен шетінен. Бұлардан да бұлардан. Қалған көңіл қара жер, кім білсін. Көзіңіз көрмей қалғаннан кейін жеңгейдің мінезінде бір өзгеріс болды ма? Аяп дегендей жазатын жігіт жақауратты. Зағиптың күрсінгені апанық естілген. Сәл үнсіз қалып әрі қарай тарытқаны, көруден қалған жағдайға ұшырағаннан кейін әйелі құтырып шыға келген. Бар игілікті өз атына аудартты. Қарға адым жер түгілі алдыңдағы қағаз бен қаламды көруден қалған, мұның бақсадай амалы да жоқ еді. Әуелде күтуші жалдап беремін деп айтқан, бірақ ойбай барды өптеп кетсе қайтеміз деп онысынан бас тарттық. Ертеңгі шайын береді, түскі асына оны пұны суық тамақты ас бөлмесіндегі столға қойып кетеді. Кешкісін солар қай кезде келеді, сол кезде күтесің. Таяғын тақылдатып ас бөлмесіне, ваннаға, балконға өтуді біліп алған әйтеуір. Адам қандай азапқа да көнеді ғой, тіпті су қараңғылыққа да. Ал адамның соның ішінде ең жақынның қорлығы. Әйелі мен ұлының оның бар жоғында шаруалы болу бермеді. Екеуінің әңгімесі бұл жасаған игіліктің айналасы ертелі-кеш. Қайсы бірде жатқан бөлменің сәл-сәл ашық қалған саңлауынан ас бөлмеде отырған олардың әңгімесін естіп қалған. Жасың 30-ның ортасынан асып барады. Үйленбейсің бе? Ана қызыңа, дейді әйел ұлына. Косметикалық салон ашып берер едім оған. Аево куда детте бұл жататын бөлмеге қарай иек қаққан. Етіне күн, бетіне жел тигізбей өсірген жалғызы. Не ішім, не кидім демеген перзенті, оқытқан тұяғы, ата-баба әкеден жалғыздан келе жатқан әулеттің ертеңгі үміт сенімі. Кетпесіңізге амал қалдырмаған екен деп қалды жазатын жігіттің даусы жабығып. Жақсы ит өлігін көрсетпейтіндердің кері. Иә, сол. Ішім сыртым теңдей қара түнек, шөкімдей сәуле қалмаған. Зағиптар үй директорының көңіл босыған. Бордай тоз бойын әзер билеп балконға шыққан. Темекінің түтінінің үстіне сорып тұрғанда кенет әйелінің қалың құйрығын қасып жатып, зейнет жасыңды жақындап қалды ғой, осы бастан орныңа мені отырғызып кетуді ойла дегенде ойпырмайлағаны бар еді. Шалдардың қойныңдағы қатыныңа сенбе дейтіндері есіне енді түсті. Сондай бастан әйелде опа болмағаны ма? Өзгені қайдам, өзімін еш уақытта қаперіне жөндеп алмаған екен. Көз алдында соңғы кездері әйелінде пайда болған қылық. Бұған қаратып айтса, екі бүйірін таянып тұрып сөйлейтіні келе қалды. Денесі дірдіретіп қоя берген. Енді ойласа әйелінің уысынан әу бастан шыға алмаған екен. Сол не айтса соны істепті. Ағайын туыстан баяғыда қол үзген. Оны айтасың, өмір бойы мал соңында жүріп, мұның жыртығына жамау болған тете інісінің қай жақсылығы есінде қалды. Оның қай баласын жетеледі. Тіпті қатынның қатқан қабағымен жумай кетпеді ме? Құдая өзге түгілі өзіне сүйеніш болған өз бауырына да опа бермепті ғой бұл. Есінде қалмапты. Оның жасаған жақсылығы. Көз алдында әсіресе 90-шы жылдар сонау жер түбінен қойдың тұтас етін арқалап келіп тұратын тете інісін елестетіп көзіне жас келді. Көкірегі күйіп жанып күйреп кеткендей күймен көркем әйел көрпеге оранып алды. Көз алдында пәтер иесі қарияның ескертуімен әкесі екеуі ерте тұрған. Әкенің боп-боз өңінде қызғылт рең қылаң беретіндей үміт оты. Иә, сол. Қыздың да қолтығына құс ұшып шыққандай қалықтап кете жаздаған. Кенет үйінен бері беттеп келе жатқан қария көзге түскенде шымқай қара костюм, ақ көйлек, қызғылт галстук таққан қарияның екі өңірі толған орден медаль. Қызым такси ұста деген қария таксилетіп іздеген мекен-жайға әп-сәтте-ақ жетіп келді. Қабылдау бөлмесінде жүзі жылы хатшы қыз орнынан лып етіп көтеріле берді. Қария жөн айтты. Бәріміз топырламай деген қария бұған. Біз көкең екеуміз кірейік. Не болып не қоярын білмей қозғалақтап отырған қыз меценаттың кабинетінен жарыла сөйлеп алшаң басып шыққан қария мен әкесін көргенде жолдары болғанына қатты қуанды. Бар ғой, бар бізде азамат ердің баласы. Сөзге келмеді ғой, көрді, барлап қарады, құлақ қойды. Қажетті құжаттарыңызды дайындап, керек қаржының көлемін анықтап келіңіздер деді. Қарияда жан жоқ, нағыз азамат немене. Шетелде емделуге берілетін құжаттарды әзірлеудің шаруасы шашитіктен екен. Қытай емдеушілерімен келісім былай. Осыларды жиыстырып сабылып жүргенде біраз күндер өтіп кеткен. Әкенің дерті мүлде меңдеп үлгерген. Жүріп тұруының өзі қиындады. Қиырда Қытай амал жоқ жайында қалды. Есі кеткен қыз дәрігерлерге әл беретін дәрі салдыртып алып, қарияның арқасында әкенің самолетпен ауылына алып ұшқан.
аман жеткізіп апта өтпей жерлеп қайтып еді. Қайсы бір күні пәтер иесі қария мұны шақырып алып, жағдайын не болғанын айтып, анау азаматқа кіріп шыққаның дұрыс болар еді. Хабарсыз кете беру ыңғайсыз, риза көңілді білдірген жөн деген. Сонда меценаттың кабинетіне кергенде өз көзіне өзі сенсе ғане, Құдай-ау, Атырау пойызының арнайы купесінде 3 тәулік сапарлас болған ер адам, өңіме түсіме, анау да аң-таң, мұндай да болады екен деді басын шайқап. Міне қызық деп қыз қабағын керді. Қалай сонда? Өткен жол көкеме Қытайға барып емделіп келуіне қаржы бермек болып едіңіз. Ол кісі сенің әкең бе еді? Иә, қайта келмей кетті ғой, бірақ құжаттарды әзірлеп үлгермедік. Ауылға әзер жетіп қайтыс болып кетті. Анау күрсініп көңіл айтты. Көңілме пысырақ алдында келген әкемнің өтінішін жерден қалдырмаған адамға алғысымды айтып шығуды парыз санадым деді қыз. Бірақ сол адамның сіз екенін білгенім жоқ. Мұны сірә тағдыр талай дейді. Қалай сонда? Кенет кездесіп қалай қоштасып, ойда жоқта қайта жолығу басқаша қалай? Пойыз купесінде жанын тербеп, жадында қалған жағымды жампоз дауыс, соның әуенмен тұла бойы түгел лүпілдеген. Жауып ашылған күннен кейін жарық дүниенің жадырап қоя беретін құбылысындай жан тебіренісін аңғарып, пойыз купесінде лүр еткен сезім. Сапардың 3-ші тәулігінде ана бір қылығы есіне түсіп, өрттей қызарды. Қоштасқанда тағы да жолғармыз деген сенімі болып еді. Күдерін үзген, үміт сөнген, ұмытпаған, ұмыта алмаған қалай, бірақ әуендетіп тұрып алмады ма жадында тағдыр дейді жаңа. Шынында да жаратушының өзі қилы-қилы жолмен қисын тауып, қиюын келтіріп қоятын шындық деген шығар сол. Анау бұған визиткасын ұсынып, қабылдау бөлімімен тікелей телефоным осында деді. Қандай да бір жағдайға тап болып жатсаң хабарлас, қалайда. Бұлай да бола ма? Оны деп жымиды анау. Патша көңілін біледі. Қыз хабарласа алмай жүрді. Есебін таппады, не айтып не қойып еді. Апталар өтіп жатты, күн сайын оқталды, телефон шалуға батыл жетпеді. Ықтиярына көне бермейтін ынтызар күйдің ындыны құрып шыға келгенде сергелденге түсіп сенделіп қатерін былай деңгейледі. Содан соң анау қылығы. Ақырғы күнінде бір күнде телефон шалған. Тікен өміріне көтермеді. Тәуекел деп қабылдау бөлімінің нөмерін терді. Хатшы қыздың айтқан анау бүйрегі ауырып ауруханада екен. Адресін алды, барды деп. Сенбісің деді анау, таң тамаша қалып. Телефон шалып едім, амандасқалы ауруханада деді. Бүйрегімнің өстіп қоятыны бар. Жазылып кетіңіз, хабарласпай кеттің. Ұмытты ма деп едім. Үйтпеңіз, қалай ұмытамын? Ыңғайсыздандым. Екеуі аурухана алдында жапырағы қалың ағаштың көлеңкесін саялап, әңгіме дүкен құрып отырды. Еркек біртүрлі мейірімі төгіліп қараған. Сурет салып жүрсің бе? Шимай шатпақ. Неге олай білмеймін. Суретші болғанымда деді анау. Тағдырдағы таңғажайып бір көрініс салар едім. Ең таңғажайып дейсіз бе? Иә, ол қандай, не сонда? Ол ма? Менің көз қарасында тағдырдағы ең ғажайып көрініс мына сен сияқты болып көрінеді маған. Қыздың қолтығында құс ұшып шыққандай қалықтап кете жаздаған. Ұялып кеттім ғой аға деген, қысылған рас болса да шаттанып. Осы күннен былай қараған жерде олар ара-тұра кездесіп жүрді. Өліп-өшіп, өбісіп, өбектеусіз. Қатар отыратын, қатар қуанатын, қатар қиялдайтын. Осының өзіне шексіз риза еді қыз. Осылай бола бергенін тілеген Құдайдан. Бақыттың құшағында балқып отырып, оның отбасы бар ойына орала кеткенде жанын қоярға жер тапса қане. Сорлы жүрек солқылдап жылаған ау талай. Үйлі баранды адамды үйірсектеуге болмайтын, оның күнә екенін білетін. Алайда адамның ауған көңілі алды артына абайлап, қаратардай халде емес еді. Іңкәр болып қалудың айы оңынан, күні солынан туғандай шексіз қуаныш шаттығымен күндердің қалай өтіп кеткенін де білмей жүрді. Десе де, бұл ер азаматтың бала шағасын қан жылатып кете алмасын білді. Ананың да өте қоймасын бұлай да сезетін. Оны істесе де, мұның алдында аласырап қалар еді. Сөйтіп жеңіліс табар. Жоқ, беті әрі. Конвертке тілдей қағазға аяулы ағатайым, айбете көрмеңіз. Қарамды бір жолата батырып барамын. Бізді енді ешқашан жолықпаймыз деп жазып, ананың мекемесінде хатшы қызға қалдырып, қары қалың қиырдағы қалада тұратын нағашы жұртқа кете барды. Театрға суретші болып орналасып, көп ұзамай анасын қолына көшіріп алған. Одан кейінгі өмірі 2 жол тұрмыс құрды. Екеуінен де үйлесін таппады. Анадағы бардың тым құрғанда бер жағда болмады бұларда. Ал үйренісіп, үйелменді болып кету көнбістігі болмысында жоқ болып шықты. Бала да сүймеді. Бір кездегі анау айтатын сөзбен салатын суреттерді ақ қағазға, ақ кенепке көшіремін дейтін арман адыра. Спектакльдерге декорация салумен шектелген.
Көрікті әйел дүниеге сыймай көрпені лақтырып тастап еңсесін көтерді. Көз жасы құрғамапты, қанша жылаққан көз жас. Қайдан шығып жатыр, қайдан? Жазатын жігітпен болған сұхбаттың Зағиптың бойы біраз жеңілдеген сыңайлы. Әйтеуір ескеріп іздеп келгенін там-тұмдап болса да оған тағдыр талайын таратқаны, там-тұмдап айтылмай қалғаны қанша. Асқақтаған армандары, мақсат мұраттары көкке ұшқан олар. Өзімен қалғаны өңмеңдеп тұрған өксігі, басылмайтын өкініш, өзегін өртеген өкпесі. Бәрі Құдайдың құлдарына қатысты. Солардан қалған көңіл, қай күні бағың тайса сол күні қайырылмай кете баратын пәтуасыздық. Өзге түгілі өз әйелінен де өз ұлынан да көрмеген опа. Анау қыз шығарға жаны басқа еді. Ол дегенде жалт етті де жоқ болды. Ойнаған мұнымен неткен опасыздық. Қайсынан да қара тас болып қалған жүрегі орнынан кенет бұлт етіп қозғалып кеткендей. Бой ойып босап барады. Жарқ етіп жарық дүниеге елес береді. Ағылып бара жатқан қалың өпір. Өмірді кім көрді, кімді қойды, ол солардың бәрі кетіп барады. Ішінде ешқайсысы бұған бұрылып қарап қолдарын созбайды. Зағиптар үй директорының үнін жырғасы түсіп, сіркесі су көтермей отырғанына апта өткен. Ертеңгілік есігін біреу қақты. Көргеннің көзі тоятын көрікті әйел ана Зағипты іздеп келіпті. Кімің еді деп сұрады бұл күтпеген жерден келген тосын әйелге таңырқай қарап. Мен бе, мен? Көркем әйел күмілжіді. Бұған дейін қайда жүрдің, айналайын? Білмедім деді тұншықты. Білмедім ол кісінің мұнда екенін. Директор ұхледі. Ұхлеп тұрып, үзіп айтқаны. Қайтыс болып кетті ол кісі. Апта бұрын миына қан құйылып. Қойыңыз, әйелдің даусы бордай тосып, ботадай боздай кетті.